Сіздермен руластар туралы сөйлесейін деп едім. Қазақ елі. Мен түсінемін, рулас, туыстарды жұмысқа алғыларыңыз келеді. Бірақ оны қалай деп ойлайсыздар? Сауатты болмаса, өздеріңіздің бір ашқан кәсібіңіз болса, сондай адамды аласыз ба? Сауатсыз, білімсіз, рулас болса да, туыс болса да, өзіңіз жұмысыңызға аласыз ба? Неге мынау мемлекеттік жұмыстарға өздерің руластарың тартады біреулер отырып алып? Мен білем, қазақтарды құрайтын рулар, жүздермен жүздерді құрайтын рулар. Олар енді қалай айтуға болады, ол той думан кезінде біршілікке көмектесетін адамдар, қиыншылық болғанда көмектесетін адамдар. Бірақ енді мынандай кезге келген кезде жұмысқа алуда сәке, бәке дегенді қазақтар қою керек. Рулас дегенді қою керек. Білімді адамды қою керек. Біздің қоғамымыз қашан дамиды? Егер бәрі сөйтіп руластарды ғана алатын болса, барасың бір жерге, сауатсыз адамдар отырады. Соны білген кезде қай жерден келген, не деген кезде, ойбай, ананың адамы, мынаның адамы деп, ондай командамен жүруді қойыңдаршы. Үстінде отырған адамдарға айтып жатырмын. Кішкене бастарыңмен ойлаңдар, сендердің өздерінің позорларың шығады ғой. Сондай руластарды алып. Мен түсінем, көмектескілеріңіз келеді, бірақ сауатты болу керек қой. Кішкене білімді болу керек, отыратын жерінде болса. Совсем ұят енді. Қазақта мынандай түрлерімізбен біз ешқашан дамымаймыз. Дамығыларымыз келсе, онда мынандай нәрселерді тоқтату керек. Мен ондай болатын болса, мен өзім туыстарымды жақындатпайтын едім, егер білімсіз болса, мен өзім кәсібіме. Өйткені ол маған зиян келтіреді. Соны түсініңізші бірші. Түсіну керек негізі. Тілім жетпей қалды ғой мына жерде. Шамданып кетесің осындай нәрселерді естіген кезде. Құрсын, қазақтар, давайте дамиық, көтерілейік, білім